Сендердің ойларың шауыл. Болды. Қайдағы жоқты айтпаңдар. Тиманың терезеден шығып кетуі мүмкін емес. Ол тым тар ғой. Қарасаңдаршы, тіпті басым да сыймайды. Ол терезеден қашып кетті. Уайымдама, Лала. Басса сабыр сақтау керек. Уайымдап тұрған жоқпын. Тиманың үйден кетіп қалуы мүмкін емес. Бір жерде тығылып ұйықтап қалған шығар. Әрине, сол баяғы Тима ғой. Тоқташы. Ол неге қашып кетті? Мұның бәрі Лаланың кесірінен. Немене? Жағдай бұлай болды. Сау болыңыздар, Сұлудың ата-анасы. Сау бол, Бота. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Есік ашылмай қалды. Енді олар кіре алмай. Біз осында қамалып қалдық. Мәңгілікке. Бәрі басқаша болды. Тиманы қорқытпадың демексің бе? Әрине жоқ. Жағдай бұлай болды. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Ешқашан. Олар сені ешқашан тастамайды. Бірер минуттан кейін қайтып келеді. Себебі сені қатты жақсы көреді. Лала, рахмет, сен әлемдегі ең керемет әпкесің. Лала, мүмкін сен менің де әпкем болғың келер? Не? Ей, жетер! Лала, Тима үйде болса терезе неге ашық тұр? Және бұл не іздер? Жай ғана бөлмені желдеткен ғой. Ал іздер оның іздері емес. Жоқ, бұл сөзсіз Тиманың іздері. Бірақ ол терезеге қарай емес, терезеден бері жүрген. Не? Бұл не деген сөз? Меніңше, жағдай бұлай болған. Лала расымен Тиманы қорқытты делік. Қорқытқан жоқпын. Ол ата-анасы үшін алаңдап, оларды өзі іздеп табуға бел буды. Бірақ сыртта мұншалықты суық болады деп ойламаған еді. Солайша іздер пайда болды. Ол іздер... Бұл Тиманың рюкзагы ма? Сонша не күткен? Ішінде не бар екен? Құлаққап. Ей, мұның ішінде құлаққап қайдан жүр? Мынау жамылғы ма? Шайналған түтікше ме? Қашуға дайындалған сияқты. Немене? Мына заттарға қарап не ойлағанын түсінуге болады. Бастапқыда Тима рюкзагын алды. Содан соң жастықты өзіне жылы болу үшін тартып алды. Бұл қалай болғаны? Лаланың құлаққаптарымен бірге. Қайқы кілт ретінде шырының түтікшесін пайдаланбақ болған. Ең соңында азық-түлік алған. Рюкзагы осында болса, Тиманың өзі қайда? Бәлкім Лала бізді шатастырғысы келетін шығар. Жарықты кім өшірді? Дұрыс, жарық. Тима қараңғыдан қорқады. Сондықтан жарық сөніп қалғанда Тима тығылуы мүмкін жалғыз жер. Иә, дұрыс. Иә, Тима, зәремізді ұшырдың ғой? Тима? Не? Қараңдар, күрткесі де жоқ. Қалай жоқ? Тима? Мүмкін емес. Тима? Демек, Тима қашып кетіпті. Тима шық. Бірақ ақылға қонбайды ғой. Болды, мен Тиманы іздеуге кеттім. Қыздар, есікті сындырам. Ай, Алтай? Әлия, вандализм жайлы сөйлескеніміз есіңде ме? Сәлем жандарым, біз тамақ алып келдік. Сондай-ақ есікті жөндедік. Сендерде бәрі жақсы ма? Алтай, өтінем кешірші, мені бұлай болғанын қаламадым, бас-көз бола алмадым. Тима, қашып кетті. Қашып кетті? Оны соңғы рет қай жерден көрдің? Мен білмеймін. Маған мына пішінайды берген кезде шығар. Пішінай? Саған өзінің пішінайын берді ме? Я, онда тұрған не бар? Демек, ол басқа пішінай жеген. Жүрек жалғайтын нәрселер қайда тұр еді? Мама, папа, қайтып келсіңдер ғой. Тима, осында екенсің ғой. Балам, бәріміздің зәремізді ұшырдың. Үйден жалғыз шығу өте қауіпті. Әсіресе ересектерге ескертпесең. Кешір, мама, енді олай істемеймін. Енді бізді бұлай қорқытушы болма, Тима. Ұқтың ба? Қорқытпаймын, уәде берем. Бір жерде ұйықтап жатыр дедің ғой. Дұрыс айтасың, Лала. Тиманы жақсы білемін деп ойлап едім, бірақ жазбаларымды жаңарту керек сияқты. Құпия сөзді сұрадыңдар ма? Wi-Fi-дың құпия сөзі жоқ екен. Бәрі
бәрі жақсы болса, енді тамақ жеп алайық. Кімнің қарны ашты? Кешіріңдер. Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!